бір қадам мәселе. Ол үшін маған сандар сөйлейді деген бойынша жауап береміз. Жауап? Ең бірінші санап кел ортаға шағы жарайсың. Мынау қандай? Біздің үш дініміз. Қандай? Христиан, буддизм, ислам. Жарайды, дұрыс, өте дұрыс. Кел бұл ортаға шабу үй тапсырмасы бойынша. Ал енді үшінші топқа. Бізде 138-ден астам ұлт өкілдері бар. Жарайды, келе ғой ортаға. Қанекей, енді біздің әр топтан үй тапсырмасын құрайтын бізде оқушылардың атталады. Ал енді үй тапсырмасы бойынша оқушылар бір қадам алға жылжып отырып, сұраққа жауап береді. Қай оқушы өз тобына бірінші жерде, сол топ бізде жеңімпаз атанады. Дайынсыз ба? Дайынбыз. Ал бірінші сұрақ, қол көтеріп жауап береміз. Еңбек ресурсы дегеніміз не? Халықтың еңбек етуге қабілеттілігі, яғни жұмыс жасауға қабілетті болуы, оның дені сау, ақылы бар адамдар. Дұрыс айтады. Топты қай топта? Ал енді Қазақстандағы еңбекке қабілетті жастағы халықты атаймыз. Ерлер 16-63, әйелдер 16-28. Алғы жылжи ғой, дұрыс. Енді еңбекке қабілетсіз халық дегенде қандай жастарды адамды атамыз? Еңбекке қабілетсіз дегеніміз, яғни зейнетке шығып кеткен адамдар және денсаулығы жарамайтын мүгедек адамдар. Және 16-дан кіші жастағы еңбекке қабілетсіз болады. Жылжи ғой. Келесі сұрағымыз. Экономикалық белсенді халық дегеніміз не? Өндірістік және өндірістік емес салада жұмыс істейтіндер халық саны. Өндірістік еместе жұмыс істейтін қабілетті адамдардың саны. Алға жылжи ғой бірінші қадам. Енді табиғи өсім дегеніміз не? Жыл сайын дүниеге келіп отқан балалар мен қайтыс болған адамдардың саны. Алға жылжи ғой. Механикалық өсім дегеніміз не? Халықтың көшіп-қонуы және халықтың көрсеткіштері, яғни өлім-жітімнің несі абсолюттік айырмасы. Дұрыс айтады. Туу мен қайтыс болған санның айырмасы бізде табиғи өсім береді. Ал енді соңғы сұрақ қоямыз, жетіп қалдық. Мына үш топтың оқушысы, шешуші. Миграция дегеніміз не? Халықтың көшіп-қону қозғалысы. Халықтың көшіп-қону қозғалысы. Мінекей, үй тапсырмасы бойынша мына топтағылар жеңіске жетті. Ал балалар, отыра қойды. Енді біз топқа бөлініп алайық. Артта, орындықта арттарында тулар бар. Сол тул бойынша біз бірінші, екінші топқа бөлінеміз. Бірінші топ демографтар, екінші топ экономистер, үшінші топ саясаткерлер. Жаңа ғана орындарында қалыптасқан. Демографтар, екінші топ бізде экономистер, үшінші топ бізде саясаткерлер. Ал енді балалар, үй тапсырмасы бойынша жаңа жауап берген оқушыларымыз өз-өздерін бағалай отырып, бағалау қарауына өздерінің ұпайларында қоясыңдар. Яғни жалпы ұпай бізде қанша? 2 ұпай. Ал енді балалар қойдық ба? Ал енді бәріміз бері қараймыз. Зерталарымыз кәні өзіміз көтереміз, кәні әдемі отырайыз. Енді бәрін сақтаға қарай. 4 сурет, бір мағына. Енді суретке мән берейікші. Қандай суреттер? Статистика. Халықтың айымызығы. Әлемдегі халық. Бірінші суретте халықтың тығыздығы және? Әлемдік 8 миллион адам. Және де халықтың тығыздығы. Халықтың санағы. Халық санағы? Әйелдер мен әйелдердің пайыздық құрамы. Әйел мен ер адамдардың пирамидасы, әйел адам көпі, ер адамға көп деген. Жарайды, мына суретте? Жас ерекшеліктерге байланысты бөлінуі. Жас ерекшеліктерге байланысты адамдарды бөліну, яғни егде жас, орта жас және сіздер қандай жассыздар? Орта жас өспірімдер жақтардың суретті көрсетші, мынау біздегі халықтың жарайды. Яғни біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы ашу ретінде жалпы демографиялық көрсеткіштерді анықтау үшін бізге бірінші жас жыныс,
одан кейін бар халықтың табиғи өсімі, одан кейін бізде беретін халықтың тығыздығы, көшкөн, миграциясының барлық көрсеткіштерін анықтайды екенбіз, иә. Сонымен балалар, біздің сабағымыздың тақырыбы деп қалай ойлайсыздар? Демографиялық жағдай және демографиялық саясат. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның демографиялық жағдайы мен демографиялық саясаты. Дәптерді ашамыз, бүгін күн жазамызда тақырыпты жазбалайық. Оқу бағдарламасына сәйкес біздің балалар бер қараймыз. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттарымыз Қазақстанның демографиялық жағдайын талдап, демографиялық саясатын өзіндік моделін ұсынамыз. Сабақтың мақсаты Қазақстанның демографиялық жағдайын талдаймыз, демографиялық саясатын өзіндік моделін ұсынамыз, және өзіміздің топтың арасында жауапкершілікпен, бірлікпен істейміз. Біз сабағымызды бастаймыз. Бағалау критерий Қазақстанның демографиялық жағдайын талдау, өзіндік демографиялық саясаттың моделін ұсынады екенбіз, иә. Енді балалар, біз жаңа тақырып бойынша видео, бейне баянды көріп алайық. Бірінші экранға назар аударамыз, кәнекей. Елдің басты байлығы. Халық саны неғұрлым көп болса, экономика соғұрлым күшті. Көбірек адам жасампаздық туралы ойлайды. Еңбекке қабілетті адамдар да көбейеді. Бұл гүлденуге әкелетіні сөзсіз. Солай ма? Тексеріп көрейік. Қытай мен Үндістан сияқты халқы көп елдер ұзақ уақыт бойы кедей болды, және тек экономикалық реформалар ғана олардың жаңа деңгейге шығуына мүмкіндік берді. Бірақ көп халықтарда өз проблемалары бар. Ол экологиямен байланысты. Неғұрлым көп адам болса, соғұрлым көп қоқыс шығарады. Мұны Үндістанда да көруге болады. Сонымен қатар халықтың көп болуы экономикалық проблемаға айналуы да мүмкін. Мысалы, Бразилия халқы өткен ғасырда 10 есеге өсіп, 18 миллионнан 170-ге дейін жетті. Және олардың барлығын тамақтандыру, сонымен қатар жұмыспен қамту керек болды. Бұл мәселені кез келген мемлекет шеше алмайды. Бразилиялықтардың қолынан өкінішке орай келмеді. Ал тәуелсіз Қазақстанда халық саны қалай өзгерді? Тәуелсіздік алған жылы 16 миллион 793 миллион едік. Бұл көрсеткіш өсіп бастады. 92 жылы 16 миллион 964 болса, 93 жылы 16 миллион 986 мың болды. 1994 жылы халық санының азаюы басталды. Неліктен? Мемлекеттік органдар ұйымдастырған түрлі репатриация бағдарламалары отанға оралу үлкен рөл атқарды. Солардың бірін сонау 80-ші жылдары Германия ұйымдастырған. Қазақстанда этникалық немістердің саны азая бастады. Қазақстанда да мұндай бағдарламалар бар, бірақ квота жеткіліксіз болды, және осы уақыт ішінде бар болғаны 10 мың отбасы атамекеніне оралды. Жалпы дағдарыстың да рөлі болды. Көбісі 90-шы жылдарды қылмыстық жылдар ретінде еске алады. Осы кезеңде елімізде өлім-жітім ең жоғары деңгейге жетті. Жалпы 1991-99 жылдар аралығында Қазақстан халқы 7%-ға қысқарды. 2002 жылы елде жағдай күрт көтерілді. Көшіп келушілерге арналған квоталар айтарлықтай өсті, және этникалық қазақтардың саны өсе бастады. Ресейлік репатриация бағдарламасы жұмыс істей бастады. Немістер, орыстар, украиндар мен татарлардың саны айтарлықтай азая түсті. Бірақ қазақтар 26%, өзбектер 23% және ұйғырлар 6%-ға өседі. 2010 жылы Қазақстан халқының саны 90-шы жылдардың басындағы деңгейге 16 миллион 324 мыңға жетеді. Бүгінде біздің санымыз 19 миллионға жетті. Жақын арада 20 миллионыншы қазақстандық дүниеге келеді. Ғалымдардың айтуы бойынша, осындай қарқынмен 2050 жылға қарай біздің санымыз 40 миллион болады, ал 2100 жылы 115 миллион. Және бұл тамаша өзгерістер. Мемлекет басшысы айтқандай, біздің басты байлық халқымыз. Санымыз артқан сайын біз мықты және бай боламыз. Иә, балалар, мына бейне баянда не байқадыңыздар? Халық санағы, тағы да? Және демографиялық жарыс пен демографиялық дағдарыстар. Сосын не айтылды тағы да? Екі ел арасындағы иммигранттар және эмигранттар. Сосын біздегі халық санының өсуі әр жыл тәуелсіздік алғаннан кейінгі болжамдарды жасайды тағы да. Қазіргі таңда халықтың саны қанша? 20 миллион
көрсеткіштің өсуіне қандай себептер керек? Туу санын көп көрсету үшін. Тууды бала туу санын көрсеткішін жоғарылату үшін бізде қандай істеу керекпіз? Қордан ақша бөлінеді. Жәрдемақы беру керек та. Жәрдемақы және алдын ала балабақша орындастырып жатыр. Сонымен қатар осы 2024 жылы әр баланың басына $100 52 центтен төлеп, арнайы жәрдемақы төлеп отыр. Жарайды, балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осындай болады. Енді бері қараңыздар балалар, түртіп алу, яғни есте сақтаймыз. Бұл алдыңғы тақырыптарда кездесетін терминдеріміз. Яғни осы терминдер арқылы біз алдыңғы жаңа сабақта не істейміз? Терминдермен біз жұмыс жасаймыз. Демография, демографиялық жарылыс, демографиялық дағдарыс, иммигранттар, эмигранттар. Демография дегеніміз білеміз бала, қандай балалар? Халықтың ұдайы өсуі, жарылыс, туу көрсеткіші дағдарыс, осы терминдерді біз ары қарай естеміз, жұмыс жасайды екеміз. Ал енді балалар бері қараңдар. Біздің тәуелсіздік алған жылдары халықтың санының азаюы дағдарысына келіп соқты. 1991 жылдардан басталған кезде бізде дағдарыстар ұшырады. Яғни экономикамыз құлдырады. Сол экономика құлдырау, экономикамыз төмендегеннен кейін, одан бізде не істейді тағда? Туу көрсеткіштеріміз төмендейді. Енді біз мемлекетіміз туу көрсеткіші төмендеуді жоғарылату үшін бізде түрлі саясаттар жүргізеді. Яғни саясат жүргізу дегеніміз, мысалы кейбір елдерде біз білеміз, әлемдегі ең халық тығыздығы ең салық Қытай мемлекеті. Қытай мемлекеті бізде халық санынан ең жоғары, және бізде Үндістан. Осы мемлекеттеріміздің туу көрсеткіші жоғары болғандықтан біз қандай саясат жүргізу керекпіз? Туу көрсеткіші төмендету, яғни бізде оны әртүрлі саясаттарды жүргізу арқылы төмен көрсеткішті біз жүргізу керекпіз. Сондықтан демографиялық саясат дегеніміз әртүрлі елдердегі, ал мысалы Европа елдері бар. Европа елдері дағдарыс, олар туу көрсеткіші төмен көрсеткішті ынталандыру арқылы біз халықтың санын естейміз, көбейтеміз. Мына осы екі саясатты бізде әртүрлі елдердегі халық санын реттеуді бізде қандай іс-шара жүргізеді? Бізде демографиялық саясат жүргізеді екен. Ал енді балалар, біздің жаңа тақырып бойынша бізде жұмыс жасаймыз. Топтық жұмыс жасай берек балдар. Біз ең бірінші біздің топтық жұмысымыз әр топқа бізде тапсырмалары беріледі. Демограф топтарға бізге беріледі. Қазір Аслай постер беріледі. Біздегі саясаткерлер топтарда бізде демографтарға саясатқа беріледі. Демографиялық саясатты талдаймыз. Қазір дискрипторлар шығады. Демографтарға бізге беріледі. Демографиялық көрсеткіштерді анықтай талдай отырып график жасаймыз. Үшінші топ экономистер. Қазақстандағы экономистерге демографияның экономика қандай әсерін анықтаймыз. Түсінікті ғой? Енді топтық жұмыста бізде 3 минут уақыт беріп балалар. Бастаймыз. Дискрипторы. Қазақстанның демографиялық жағдайын жаңа айтып өткен график сызамыз. Одан кейін екінші топ экономикаға әсерін ойталға пирамида арқылы түсіреміз. Үшінші Қазақстанның демографиялық саясаты талдаймыз. Жалпы ұпай бізде 3 ұпай.
топ болсаңыз белгі береміз балдар. Бұл өткен тақырыптар, алдыңғы тақырыптар бәрі бір-біріне байланысты. Еңбек ресурстары, көші-қон, халықтың ұзайын өсу типі біз бүгінгі 3-ші сабақ өтіп жатырмыз. Яғни бәрі бір-біріне жаңа тақырыппен байланысты. Сондықтан біз өттік, білеміз деген. Дайын болсаңыз белгі береміз да. Талқылап болғаннан кейін біз алдағы көшірді қорғаймыз. Болған топ кәнекей. Болған топ кәнекей. Бірінші топ, экономисті. Шағын қамырда. Бізде болды. Жарайды. Үшінші топ сіздер басында. Зерттейтін ғалымдар, демографтар, миграция дегеніміз қандай да бір аумақтың шекарасынан өтіп, бір жолата көшіп оның несі? Қазақстан КСРО құрамында, яғни 1987 жылы болған кезде бүкіл әлемдік жаңағы КСРО құрамындағы халықтардың санын есептеген кезде Қазақстан 16 миллион болатын. Тәуелсіздік алған соң 91 жылдары аралығында біз 93-92 жылдар аралығында халық саны азайды. Себебі бүкіл КСРО құрамындағы мемлекеттер өз тәуелсіздігін алған кезде өз халқын өз отанына қайтару туралы шешімдер қабылдап, Қазақстан жеріндегі көптеген халықтар өз жеріне қайтты. Осы кезеңде 99 жылы Қазақстан жерінде бірінші санақ жүргізілді. Онда 14 миллион болды. Ал 2009 жылы 16 миллионға көтерілсе, 2021 жылы 19 миллион. Ал 2024 жылы 20 миллионға көтерілді. Осы 1999 және 2024 жылдар аралығында табиғи өсім 41,9%-ға көтерілді. Тамаша. Енді қала халқы мен ауыл халқына тоқталатын болсақ, қала халқы 12 миллион 510 мың, ал ауыл халқы 7 миллион 582 мыңды құрайды. Неге қала халқы көп? Өйткені қазіргі таңда қалада экономика жақсы дамыған, және де қалада көптеген саладағы жұмыстар бар. Сол себептен ауыл халқы қалаға көшуінің себебі осыда. Ал енді әйелдер мен ерлердің пайызына тоқталып кетсек, бұл жерде әйелдер 51,6%, ал ерлер болса 48,4%. Яғни бұл жерде бұл деген сөз Қазақстанда ерлерден қарағанда әйелдердің саны басымырақ. Иммиграция мен эмиграцияға тоқталып өтетін болсақ, иммиграция дегеніміз ол Қазақстан, мысалға бір аймаққа алатын болсақ, ол жерге көшіп келіп жатқан азаматтардың саны болып табылады. Ал эмиграция дегеніміз сол жерден көшіп кететін, азаматтығын сол жерге ауыстыратын нені адамдар айтамыз. Эмиграция Қазақстан аумағында көп болып табылады. Себебі, мысалы Қазақстанда алатын болсақ, Қазақстандық ұжымдастыру саясаты кезінде және сталиндік қуғын-сүргін кезінде 2 миллионнан астам адам қайтыс болатын болса, 1,5 миллионнан астам адам өз еріксізден эмиграцияға айналды. Қазақстанда ерлерден гөрі әйелдер саны басымырақ. Себебі 2021 жылы санақ жүйесінде әйелдер саны жарты миллионға жетеді. 536,3 мың болады. Және 1000 әйелге 946 еркектен айналады. Түркістан және Қызылорда облысында, бірақ әйелдерден гөрі еркектер саны басымырақ. Тамаша. Қазақстан жер көлемі бойынша 9-ші орын алғанымен, халық санағы бойынша 62-ші орында тұр. Қазақстанның тығыздығы 1 километр квадраттан 7 адамнан айналады. Қазақстан халқы аз болғанымен, болашақта 2040 жылы 40 миллионға, ал 2150 жылы 150
миллионға жетеді деген ойда статистикаға қойылады ғой, солай. Тамаша. Экономистке шыға қойыңыздар. Экономисттер. Біздің топтың аты экономисттер. Экономисттер біз халық санының көбеюімен және де халық санының азаюын айтатын боламыз. Бізде халық санының азаюында урбанизация, яғни ауылдан қалаға көшіп бару. Ауылдан қалаға көшіп барған кезде қалада көп бөлмелі пәтерлер болмайды. Екі бөлмелі пәтер болғаннан кейін көбінесе екі-ақ баладан болады. Және де ауылдағы статистикамен салыстырған кезде ауылда 5-6 бала болса, қалада болса 1-2 баладан ғана болады. Және бұл қалаларда экономиканың дамуына әсер етсе, ал ауылдарда ауыл шаруашылығына жұмыссыздықта алып келуі мүмкін. Келесі. Өз ойларыңды айтыңдар. 2024 жылдың 1 қаңтарында бізде Қазақстанда ұлттық қордан бала санының көрсеткішін көтеру үшін ұлттық қордан $100 берілді. Ол және де сонымен қатар декретке шыққанда балаға $1000 жәрдемақы бөлінеді ұлттық қордан. Келесі айтты ғой. Егер бала саны көбейсе, халықтың экономикасы өседі. Өйткені еңбекке қабілетті адамдар саны көбейеді. Өте жақсы. Табиғи өсім белгілі бір уақыт аралығында дүниеге келген адамдар мен қайтыс болған адамдар, және олардың яғни бұл мәселе егер де өлім жітім көп болған жағдайда бала туу саны аз болған кезде табиғи өсім теріс айналады. Қосар бар ма? Бала санының көбеюі үшін көптеген балабақшалар мен көптеген мектептер соғылып жатыр. Ынталандыру ретінде соғылып жатыр. Қорытындылай келе, міне дәл осылай туу көрсеткішін өсіруге белгілі бір мотивация ретінде ұлттық қордан белгілі бір сума бөлінеді. Және бұл нәтижесінде халық санын көбейтуге үлесін қосады. Дұрыс па, иә? Бүгінгі біздің тобымыз аты демографиялық саясаткерлер ең бірінші жолдан бастайды. Демографиялық саясат дегенде бір тоқталатын болсақ, ол мемлекеттің аймақтың ішкі саясатына байланысты халықтың санын реттеуге арналған мемлекеттің ішкі саясатының бір саласы. Ол екі топқа бөлінеді. Баланың жоғарылауына байланысты саясат, яғни дамыған елдерде, ал екіншісі балалардың санын жоғарылатуға байланысты елдер, ол дамыған елдер болып саналады. Елдердегі демографиялық саясат екі типке бөлінеді. Бірінші тип жас жұбайларға бөлінетін жәрдемақы, несиелер. Балалар дүниеге келген кезде жәрдемақы бөлінеді. Екінші тип. Жоқ, олар, аға, бергенде ол несі? Туу көрсеткіші жоғарылайды. Екінші типі отбасы құруға ұлттық жоспар. Жоспарлау керек. Бір отбасыға бір баладан ол нені саясат, қандай саясат? Баланы төмендету саясаты дамыған елдерде. Қазіргі таңда Қазақстан халық саны 20.14.575-ке жетіп, әлем бойынша 62-ші орында. 62-ші орындамыз. Демография екіге бөлінеді. Демографиялық дағдарыс және демографиялық жарылыс. Демографиялық дағдарыс ол дамыған елдерде. Оларды, мысалы біз Еуропа мен Бельгияны алуға болады. Оларда арнайы саясат жүреді. Халық санына байланысты. Ал дағдарыста біз Азия елдері мен Африка елдерін алуға болады. Оларда ондай саясат жоқ. Яғни бізде осыған мен
бір бағытталған тежеуді айтайын. Қазіргі таңда тежеу саясаты жүреді Үндістан мен Қытайда. Себебі Қытай қазір 1.449.560.000 болып, Үндістанды басып озып, тежеу режимі ұстанады. Ояқта бір отбасыға бір бала деген ұранды ұстанып, және арнайы баланы туу үшін рұқсатпен заңнамаларға қол қойып отырады. Енді мен өзім тоқтап қорытынды айтатын болсам, Қазақстан қазір 2050 жылға өздеріне бір болжам қойып отыр, 27 миллионнан асып, бізде ерлер саны асады деген болжам жасады, және де бізде туу мен көбею процесі жоғары және жарылыстар тұр. Өте тамаша болжам дейсің, болашақтағы болжам. Отырғанымызға рахмет. Ал балалар өз-өздеріңді бағалай қойыңдар. Бағалар бір-бір топтан бір-бір сөзден бағалап берейікші, екі жұмыс бір тіле. Кән бір-бір оқушыдан берейікші. Сонда оқушылар бір-бір тілек айтамыз. Қай топқа? Берейік жұмысын берейік. Ұлпанның қолына бергім келеді. Себебі олардың өздері өзің бере сала. Бере. Әке, мен маған жұмыс Ұлпанға береді. Өзі тамаша айтты аға. Рахмет. Себебі олардың директор туралы айтқаны ұнайды. Қытай мен Үндістанды мысал еткені маған қатынады. Себебі жақсы түсіндіңдер. Мен бұл жұлдызды Асланға бергім келеді. Өйткені Қазақстан экономикасы қандай екен дағдарыстарын білдім. Рахмет. Мінекей тамаша, өте тамаша айтқан бізде ара тарқасыңыз. Ал, сіздер қандай тілек айтасыздар? Топқа? Екі топқа не тілек айтасыз? Мен бұны Айжанға бергім келеді. Өйткені халықтың Ұлпанға бергім келеді. Халықтың болашақта болатын болжамды өте керемет түсіндірді. Өте тамаша. Енді балалар өз-өздеріңізді бағалаймыз. Топтық балл біздеріміз 3 балдан, топтық жұмыстан 3 балдан өздеріңізді бағалаймыз. Жарайды оқушылар. Ал енді келесі тапсырма жеке жұмыс, дәптерге біз есеп шығарамыз кәнекей. Қазақстан Республикасының 2023 жыл статистикалық мәліметі бойынша бізде туғандар саны берілген, қайтыс болғандар саны, иммигранттар саны, эмигранттар саны. Бізге табу керек, жалпы халықтың өсімін есептейміз. Дәптерге орындаймыз, бірақ беріледі. Демографиялық көрсеткіштер арқылы жалпы халықтың өсімін біз есептей аламыз деген дескрипторды ала отырып, өзімізге 2 балл ұпайды жинаймыз. Ал. Бір минут. Мінекей. 387.991. Қайтыс болғандар 130.596. Иммигранттар 25.399. Эмигранттар 16.055. Өте оңай есеп. Болғандарымыз формуласын қойасыңдар да дәптерге жазасыңдар. Ал. Қазір тексереміз. Алыңыз ба? Енді тексеріп көріңізші, баспалдақ жасайықшы. Кән баспалдақ жасайықшы, баспалдақ жасаймыз. Кән баспалдақ тез. Бірінші саясаткерлерді, екінші баспалдақ, демографтардан үшінші баспалдақ, бірінші баспалдақ. Кәніге тақтаға шығамыздар, есепті тез. Жазамызда, қидамдатан қалдар, бөліп береді. Яғни біз есепті шығарған кезде, мынау комментарийді аламыз. Егер де комментарий таңдасаңдар, ауызша жауап береміз, түсіндіреміз. 5 комментарий болса, онда жауап бермейміз. Көмек бар.
Болды ма? Ал түсіндіреміз, тез. Бұл жерде табиғи өсімнің Комментарий басамыз. Комментарий. Бұл жерде табиғи өсімнің формуласы. Табиғи өсімді алу үшін біз бір жылдың ішінде туылғандар мен бір жылдың ішінде қайтыс болған адамдардың санын азайтамыз. Бұнда бізде бір жылдың ішінде туылғандардың саны 387.991, ал қайтыс болғандардың саны 130.596. Жауабы 257.395 адам. Иммигранттар мен иммигранттарды азайтты. Жауабы 9344. Үшінші домыз no комментарий деді. Тек қана екі механикалық өсімді, табиғи өсімді ғана алып, бізге есебін жазып берді. No комментарий таңдады. Ал балдарыңды қойыңдар, осы тақырып бойынша өз балдарыңды қойыңдар. Дұрыс жауап болса 1 балл, дұрыс болса 2 балл, дұрыс емес болса 1 балл. Келесі жұптық жұмыс. Жұптарын табыңдар. 1 жұп, 2 жұп, 1 жұп, 2 жұп, 3 жұп. Нәқа 1 жұп келе өндіш? 1 жұп бар, кім бар? 1 жұп, 2 жұп. Zavuz noktalarına 1 жұп, 2 жұп, 3 жұп, 1 жұп, 2 жұп, 3 жұп, 1-2 бола саламыз. Ал жұптық жұмыс жасаймыз, аламыз, картамен жұмыс жасаймыз, халыққа тығыздығы елдерді және сирек қоныстанған елдерді, сосын әркелкі елдерді белгілемейміз. Сіз шекарасын белгілейміз. Болған топтаңыз. Бірінші топтан кім шығады? Келе ғой. Қайсың бізге көрсетесің картада? Тығыз орналасқан аймақтарды көрсетеді. Қазақстанда тығыз орналасқан халық сандары Түркістан облысы, Жамбыл облысы, Алматы облысы, және Қарағанды облысы. Бұлар және де Қостанай облысы. Бұлар тығыз орналасқан халық санағы тығыз орналасқан аймақтарға жатады. Келесі топтар сирек орналасқан аймақта кім айтады? Сирек орналасқан келе ғой. Сирек орналасқан аймақтар карталарын көрсетеміз. Сирек орналасқан Батыс Қазақстан облысы, Солтүстік Қазақстан облысы және Абай облысы, Ұлытау және Абай облысы жатады. Келесі әркелкі орналасқан келе ғой. Дұрыс болса өздеріңді жауаптарын белгілеп аласыңдар да, дұрыс жауапқа 2 балл, дұрыс емес балларға. Бізде сирек орналасқан аймақтарда Ақтөбе, Маңғыстау, Атырау облыстары мен Қызылорда облысы, Жетісу облыстары жатады. Себебі бұл жақта миграция мен өзге ұлт өкілдерінің қонып көшіп келуі. Яғни көшіп келуі бізде әртүрлі. Ең көп орналасқан көріп тұр ғой, үлкен бас қалалар, миллионер қалаларға бізде ауылдан қалаға есейді қоныс аударады. Қоныс аудару не дейміз? Миграция. Жарайды, балалар өз-өздеріңді бағалаңдар. Яғни бұл жерде 2 балл қоясыңдар да. Үлгіре алмайсаңдар 1 балл қоямыз. Үлгіріп түсіретін болсаңдар 2 балдан өз-өздеріңді бағалаңдар. Енді балалар жаңа сабағымызды қорытындылай келді. Яғни қорытындылаймыз. Белгіледік қой, иә? Енді қолдары алдарындағы карточкаларыңды алыңыздар. Сабағымызды қорытындылау кезінде кім жылдам тестімен
Кім жылдан тестіне бізде бүгінгі тестті жауап береміз. Тестке, яғни Плекерс платформасында. Дайынбыз ба? Қазір мен балалар енді бұлай белгілей берекші. Оны өзді жауап беріп тұр. Техникалық ахуалға байланысты мен интернетім істемей қалды, кешіріңіздер. Енді балалар қазір. Апай, әзірге тілек айтсақ бола ма тағы да? Ал, мінеке балдар, бірінші сұрақ. Играть деген ұқсат екен ғой. Ал енді бұлай сұрақ қоя берейін. Демография дегеніміз не еді? Халықтың ұдайы өсуі жарайды аға. Екінші бізде механикалық қозғалыс дегеніміз миграция, оны біліп отырмыз. Қазір жұмыс істесе қайтадан қосамын. Қазақстан Республикасының қазақтары қай аймақта көбінесе? Оңтүстік батыста. Ал ең соңғы сұрағымыз еңбекке қабілетті еңбектер үшін еңбекке қабілетті 16 жас пен 13 жас екен. Мінеке балалар енді мінеке жұмыс жасады. Тез-тез көтере қойыңдар. Қана тез-тез көтереміз. Көрсетіп жүрейін, бір-екі сұрағым ғана. Мінеке. Яғни дұрыс жауаптары шығады мына жерде. Дұрыс мына жерлерде. Жоғары көтеріңдер, балалар жоғары көтеріңдер. Енді техникалық ахуалға байланысты кейбіреу шықпай жатыр. Мінеке, менің тестім платформасының түйінді қорытындысы, яғни жауап берген балдардың несі шығады, жауаптары шығады екен. Енді балдар сабақта біз жақсы түсінді деп ойлаймыз. Енді өз парақшаларымыздағы бағалауды бағалайықшы. Соңғы бағалау парақтарымызды бір-бірімізді қарқы бағалаудан соңғы ұпайларымызды жазамыз. Кәнекей, жазып болып бар. Енді балалар бізге кейін байланыс беріп көрейікші. Кері байланысты шықпай қалды. Кері байланысты бізде мынандай сұрақтар бар. Бүгін мен білдім, қолымнан келді, мен үйрендім. Мен мына топқа қазір кері байланысты диалог ретінде өткізейін. Асылай, бүгін не білдім? Бүгін Қазақстанның алдыға қойған мақсаттағы болжамдары саясат туралы білдім. Бүгін не білдіңіздер? Бүгін халық санағының өсу артуын және қалай экономиканы жаңартуды. Сіздер, давай. Қазақстанда ерлер мен әйелдер мысалдарын білдім. Енді мына сұраққа қойыңызшы. Бір сұрақ қойыңыздар. Бүгінгі сабақта қандай білгенді айтыңызшы, Асылай, мына топқа қандай өзіңіз диалог ретінде сұрақ қоясың? Кері байланысты. Бүгінгі сабақта табиғи өсімнің не екенін қалай білдіңіздер? Не үйрендіңіздер?
Бүгінгі сабақта мен табиғи өсімнің қандай екенін білдім. Табиғи өсім деген бір жыл ішінде туылғандар мен қайтыс болғандардың айырмасы екен. Бүгін мен Қазақстанның лингвистика алғанға дейінгі және алғаннан кейінгі санын білдім. Қалай өсіп білдім? Бүгін не білдің? Айтыңызшы, не үйден? Мадинаға жеткенбіз, иә. Сұрақ қойыңыздаршы, диалогтілер, кері байланыстар, сұрақ қойыңыздар. Бүгін қандай сұрақ қойыңыздар, аға? Қазақстанда ер азаматтар мен әйел кісілер қандай жұмысқа қабілетті? Жоқ, бүгін үйренді, бүгін білді. Тағы да өзіңізге бүгін еңбек ресурс туралы не білдіңіздер? Еңбек ресурстары не білдіңіздер? Бұл біздің үй тапсырмасы болған, оған жарамды денсаулығы жарамды жастардың жұмыс жасау қабілеті. Соны біздің еңбек ресурсы дейміз. Мен бүгін білдім. Елдердің олимпиаданың статистикасын білдім. Және табиғи өсім механикалық өсімді есептедім. Енді бағалау шкаласы 5 алғандар 9-10 балл, 7-8 балл 4, 5-6 балл алғандар 3, 7-8 балл алғандар 4, 9-10 алғандар 5 балл. Айта онда тез. Ерасыл 8 балл алды. 8 балл. 4. Аха. Аяжан 9 балл алды. Тез. Енді Абылай 8 балл алды. Аха, келесі. Андалада 9 балл алды. Ал, 5 алғандарыңыз кім? Айару. Ақкөл. 4 алғанымыз? Елназ. Едайлада ғой. Тоса. Мұқтарғандар? 5 алған оқушыңыз бар ма? Жайна, айлағы жайна. Бәйке сізге 1 медал, Асылайға 1 медал берем. Нұрсұлтан Саматқа 1 медал берем. Қоса ғой дейм, е? Сізге 7 балл, сізге 7 балл. Мәнеке, өте тамаша, бүгінгі сабағымыз өте жақсы өтті. Үй тапсырмасы бізге 43-ші параграфты аламыз. 2024 жылғы халық санағы өзіміздің облыстағы біліп береміз. Сау болыңыздар.